Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма хош келдіңіздер. Мен бүгін күріштен көже жасап көрсетемін. Бұл көжеге укроп, болгарский, қызылын, жасылын салдым дәмі шықсын деп. Бұны салған өте керемет дәмді болып тұрады. Ерекше дәмді болгарский мен укроп салған. Менімен бірге болыңыздар. Алдын ала күрішті осы кілагесімен мөлшерін көрсетіп қойғанмын. Тамақ құятын кесе мына осыған жартыдан өтіріп күріш салып алдым. Осыны жақсылап жуып, мына ыдысқа салып жуып, 5-6 рет тап-таза қылып жуып аламыз, қыздар. Мұздай суға жуып алғаннан кейін, міне суымызға салып, қазанға су құйып, осыны қазанға саламыз. Қайнайды қазір. Сосын міне 1,5 қасық ас қасықпен тұз салдым. Қайнағанша күтеміз. Міне қайнайын деп тұр, қыздар. Міне қайнады. Енді бетіндегі көбіктерін алып, алған жақсы. Енді біреулер алмайды. Алмасаң ішінде түйір-түйір болып, айналасына жапысып жүреді. Көбігін алып тастаған дұрыс, қыздар. Тынық болады да. Осылай көбігінің бәрін алып тастаймыз. Мен өткенде арпадан көже салғамын, салқын көже. Ол да жақсы, қыздар. Арпадан жейтіндер. Бұл күріштен. Күріштен көже өте пайдалы. Әрі ішіне зелень салдым. Бая бала күнімізде біздерге жүгеріден жасап беретін еді мамаларымыз, аналарымыз да. Оның ішіне ұн шайып құятын еді, есіңізде ма, білмедім. Енді менің есімде сол көже суып тұрғанда жылы кезінде ұн шайып, сол ұнды сорпасынан алып бұлғап, ұн салып ашытатын еді айранмен. Міне енді мына зелендерімді, үйдегі бар зелендер дайындап қойдым. Осыны турап-турап, ерекше дәмі шығу үшін осыны салам, қыздар. Міне тураған зелендерімізді қайнап тұрған, қайнап біткен көжемізге салқындағасын саламыз. Міне осылай. Салқындатыңдар, қыздар. Жылы күйінде салдым, енді қатты салқын емес. Осылай салып қойдым. Енді айранымызды құямыз бұған, қыздар. Айранды ысылай құймаймыз, айранды жылы кезінде құямыз. Мен магазиннің осы айранынан алып келіп құйдым. Айранды өз қалауыңызша құясыңдар. Мен 1 литр шамасында құйдым бір қазанға. Міне соның өзі жеткілікті. Мына укроп салған көже өте дәмді болады, қыздар. Сәл тұздылау қылсаң тіпті керемет болады. Мен бұрын жүгеріден жасай беретін едім, арпадан. Енді күріштен жасайым. Оған осындай зелендер салам, өте тамаша болады, қыздар. Жасап көріңдер. Ерекше дәм береді бұдан. Ас болсын, маған тіркеліп, лайк басып кеттің.